Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Аям, және де бүгінгі видеода жалпы қаңтар ұбт-дан егер 100 балға дейін жетпесеңдер немесе өз ойларындағы балды алмай қалсаңдар, жалпы не істеу керек, ары қарай жесткий план айтатын боламын. Кеттік. Ең бірінші, сендер қаңтар ұбт-да тапсырып болғаннан кейін сендер шықтыңдар, шығып қалғаннан кейін өздерінің жаңағы балдарына қанағатсыз болсаңдар, онда еш өкінбеңдер. Себебі бұл сендердің таңдауларынан шыққан бал болды. Өйткені сендер осы уақытқа дейін онша дайындалмадыңдар, және де нәтижесі де сондай болды. Сендер ойлаулары мүмкін, ой, анау мынау деп, бірақ шындығында да ол солай. Өздерінің дайындалмағандарының кесірінен ол сондай нәтиже болды. Және де енді бұмен тоқталудың қажеті жоқ, моюдың қажеті жоқ. Мен уже қолымнан келмейді, ұбт ол менікі емес, лучше всего бәрін тастай салып, немесе таңдау пәнімді ауыстыра салайын деген ол керек емес. Яғни сенде егер четкий план болса, егер сен болашақта нақты сол мамандықпен жұмыс істегің келсе, онда сен осы таңдау пәнді ауыстырма. Ал егер сен уже осы таңдау пән ұжыма ұнамайды, или осы мамандық бойынша мен жұмыс істегім келмейді, мен өзімнің қалаған мамандығымда жұмыс істегім келеді десеңдер, онда сендер енді таңдау пәндеріңді өзгертуге былайша шанстарың бар. Өйткені нағыз ұбт-ға дейін қаншама уақыт бар, примерно 5-6 айда кәдімгідей дайындалып үлгеруге болады. Но сендер ол кезде 24-те жету оқуларың қажет болады. Енді сендер қаңтар ұбт-дан шықтыңдар. Енді қаңтар ұбт-дан шыққаннан кейін балдарына анализ жасауларын қажет. Ең бірінші нәрсе, яғни сендер балдарыңды көресіңдер, және де енді примерно көресіңдер, қай пәннен сендер күшті алғандарында, қай пәннен төмен алғандарында. И сендер төмен бал алған жаңағы пәндеріне көп көңіл бөлулерің керек. Мысалға, егер ағылшын, дүниежүзі тарих тапсыратын болсаңдар, көбінесе тарихтан онша болмай қалады көп адамдарда. Сондықтан да тарихқа көңіл бөлу керек деген секілді. Күнделікті дайындықта мысалға әр пәнді қатар алып жүру керек. Мысалға, көбінесе 2 таңдау пәнін күнде оқу керек. Сол кезде дүниежүзі тарихқа сендер 5 сағаттарында арнасаңдар, ағылшынға 3 сағат деген секілді. Немесе IELTS тапсырып қойсаңдар, онда тіптен жақсы болады. Сол секілді ең бірінші, ең қиын жаңағы қате кеткен немесе примерно сұрақтарында, енді тапсырып болғаннан білесіңдер, сол жаңағы қиын тақырыптарды списоктарын жазасыңдар бірінші қағазға. Қандай тақырыптар сендерге өте қиын, қандай тақырыптар сендер примерно түсіндіңдер, бірақ қатты түсінбеңдер, сол да маңызды. Жартылай түсіндіңдер, соның бәрі маңызды. Сосын оның барлығын қағазға жазасыңдар, кәдімгі план құрасыңдар. Примерно наурыз ұбт-ға дейін осы қиынның бәрін оқып шығам деген секілді. Бірақ мынандай қате кетпеу керек. Мысалға, көбінесе ұбт тапсыратын адамдардың бір қателігі, бір тақырыпты оқиды да, все, мен оны болдым, жатқа білемін деп айтады. Ол қате нәрсе. Яғни ең басты ұбт тапсырушылардың ең бір қателігі, ол көп қайталамау. Ол менің де басымнан өтті. Өйткені тарих оқығанда мен бір тақырыпты оқимын да, и все, мен уже білемін деп таса кеткеннен мен аз-ақ балл алған болдым ең бірінші ұбт-да. Сондықтан да ол қателікті жасамаймыз. Яғни күнде мысалға бүгінгі тақырыпты өтсеңдер, оны сендер мысалға ертең қайталайсыңдар, немесе бүгінгі нәрсені бір аптадан кейін тағы қайталайсыңдар, интервальный повторение болу қажет. Список жасап болыңдар, енді күнде қайталап оқисыңдар, және де ең бастысы ол жаттау. Қайталау оқу ол бір бөлек, ең маңыздысы ол жаттау. Ең маңызды керек, оны қалай беремін деген, мысалға Қазақстан тарих немесе маңыздысы, мысалға Қазақстан тарихта ең ұмыт кете беремін деген жаңағы даталардың тізімдерін жазып шығасыңдар, и все, оны зубрить етіп жаттайсыңдар, басқа амал жоқ. Немесе ассоциация қылып жаттасыңдар болады, өз еркілері, бірақ главный жаттау қажет. Одан кейін көп қателіктердің бірі ол жаңағы пробный тесттер көп жасамау. Қазіргі таңда ChatGPT-ді қолдансаңдар болады, ол өте ыңғайлы. Универде де қазір өзіміз қолданамыз. Яғни сендер бірінші бір жаңағы PDF-ті немесе бір тақырыпты суретке түсіріп ChatGPT-ге жібересіңдер, және де осы тақырып бойынша сен маған сұрақтар дайында дейсіңдер, и примерно жауаптарымен дейсіңдер, бірақ жауаптарына қарамайсыңдар, сосын өздерің жауаптарын беріп шығасыңдар да, и осыны тексер дейсіңдер.
әрине де ол ұбт сұрақтармен бірдей емес, бірақ кәдімгідей тақырыпты тереңірек оқып түсінуге ол өте қатты көмектеседі. Және де сол ChatGPT-ні сол мағынада қолдансаңдар болады, қолдану қажет болады емес, қолдану қажет солай. Сөйтіп әр тақырыпқа мысалға бірінші оқисыңдар, қайталайсыңдар, жаттайсыңдар, одан кейін соңғысы тест тапсыра бересіңдер. ChatGPT арқылы ма, немесе арнайы пробник тесттер болсын, любоймен істесеңдер болады. Одан кейін наурыз ұбт-ын тапсырасыңдар. Наурыз ұбт-дан вот енді сендердің нақты жаңағы келесі наурыз ұбт-ға дейін уақыттарын кәдімгідей болады деп айта алмаймын. Наурыз, сәуір, мамыр, маусым, уже примерно 3 айларын қалады. И ең бастысы наурыз ұбт-ын тапсыратын кезде бастапқы даталарын таңдаңдар, себебі бастапқы даталарында ең алғашқыларын болып тапсырып тастасаңдар, сосын примерно уже ары қарай нағыз грант ұбт-ға дейін кәдімгідей біршама уақыттарың болады. Сендер өз деңгейлеріңді біліңдер, все, мен мощно оқуым керек деп ары қарай тырысып оқисыңдар. Солай достар. Сендермен бірге мен болған Аям, және де осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңдар.